Мобилография деген тарау видеография деген тараудан келіп шыққан болып есептелінеді. Мобилографияда камерада қолында, компьютермен қолында болады. Где-то 15-16 миллион айлық дарамат болса керек. Келеді, бөлініп жоқ кете береді. Көзге көрінбейді, бірақ сол дәрежеде ақша табасың. Қарақалпақстанда мобилографияның базары еле толып болған жоқ. Көпшілігі мен мобилографпан и телефон, iPhone алса болды қолына. Сценарий болмаса жұмыс істемеймін. Осы уақытқа тәрілген ең кішкентай оқушым 13 жасар бір бала болды. Просто дұрыс, бірақ Инстаграмда звезда болсаң звезда шығар, ертең Инстаграм өшіп қалса не болады деген сұрау бар да. Курс ашатын болсаңыз аша беріңізші, анау туды-суды дейді да. Видеомейкерлікті бастаған кезде маған Айбек кел үйретейін саған деген ондай курслар жоқ еді. Қызығушылық, ұмтылушылық, ізденушілік болмаса пайдасы жоқ. Екінші орынға лайық адам жоқ па не сонда?